Сәлем достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге үлпілдек, жұмсақ және өте дәмді құймақтың рецептімен бөлісемін. Сүтке тұз бен соданы саламын. Қантты салып араластырамын. Қанттың мөлшерін өздеріңіз дәміне қарай салсаңыздар болады. Ұнды 3-ке бөліп саламын. Егерде ұнды барлығын бірақ салсаңыздар, кесек түйіршіктер болуы мүмкін. Сол үшін 3-ке бөліп салған жөн. Достар, бұл құймақты жасап жүргеніме 6 жылдан асып кетіпті. Отбасым да жақсы көреді. Жұмасына 1 рет жасап тұрамын. Жасалу жолы оңай және аз ғана уақытты алады. Массамызды жақсылап араластырып аламыз. Уксусты құямын. Уксус пен содамыз араласқан кезде массамыз көпіршейді. Енді май құямын. Мен оливковый майды пайдаланамын. Сіздер күнбағыс майын қолдансаңыздар болады. Достар, табаға майды құйып, алдын ала қыздырып аламыз. Құймақты саламыз. Құймақ әдемі сары түс болған кезде аударамыз. Пысқан құймақтарымызды салфеткаға саламын. Артық майын сіңіріп алады. Достар, біздің үлпілдек, жұмсақ құймағымыз дайын болды. Сіздерге видео пайдалы болса, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар және каналға жазылыңыздар.